әйгілі бесеудің хатын кімдер жазды және оны кімге бағыттады? Қолдан жасалған ашаршылықты айыптағандар үшін билікке қарсы шықты деп қуғынға ұшыраған бес қазақ тағдыры. Ассалаумағалейкум, бұл шын тарих. 1918-1933 жылдар аралығында Қазақстанда түрлі деректер бойынша 3 миллионнан астам адам опат болған. Ал 1931-33 жылдар аралығында 1.700.000 адам қырылып кеткен. Бесеудің хатын Ғабит Мүсірепов, Мансұр Ғатауллин, Емберген Алтынбеков, Мұташ Дәулетқалиев, Қадыр Қуанышевтар жазған болатын. Ашаршылықтан қынадай қырылған қазаққа араша түскісі келген 5 азаматтың ішінде Мансұр Ғатауллин тергеусіз атылған. Қалған 4-еу қуғындалып, бірақ тірі қалған. Мен өз халқымның жауының жауымын деген азаматтар 1932 жылы аштықтан әбден ашынып, көздері қарауытқан абдырап жүрген жұртты, адамға пышақ ала ұмтылған халықты көзі көрген азаматтар мұндай бассыздыққа немқұрайлы қарай алмады. Хат жазған 5 азамат большевиктердің қазақ өлкелік комитетінің бірінші хатшысы Голощекинді тайсалмай айыптады. Ал хатты жазуға бастама көтерген Ғабит Мүсірепов пен Мансұр Ғатауллин. Жоғарыға жолданған хабарлама Емберген Алтынбеков, Мұташ Дәулетқалиев, Қадыр Қуанышев сынды қазақ зиялылары қол қояды. Тарихта бесеудің хаты республикадағы мал шаруашылығының күйреген ашық сынап, орталыққа елді алапат ашаршылық жайлаған жеткізген алғашқы дабылдардың бірі болатын. Кеше ғана бір қойдың етін бір-ақ асып жеп, қымызды сабасымен ішкен халық енді бүгін бір уыс бидайға зар болып, аштықтан қырылып жатқанына бейжай қарай алмаймыз деп ұсыныс жасаған Ғабит Мүсірепов еді. Өлкелік комитетіне және Голощекин жолдасқа 1930 жылы сіз Голощекин жолдас Октябрь революциясының жеңістері атты мақалаңызда бүгінгі Қазақстан бұл 160 миллион сомға өнім беретін 40 миллион малы бар өлке деп жаздыңыз. Бірақ қазір сіздің мәлімдемеңізден кейін 2 жыл өткен кезде Қазақстанда мал шаруашылығы саласында мал басының қисапсыз кеміп кеткенін көріп отырмыз. 1930 жылғы мал басының 40 миллионнан 5 миллион ғана қалды. Мал басының қисапсыз кеміп кетуін көптеген қазақ аудандарын қамтып, адамдардың жаппай қырылуына әкеп соққан ашаршылық жөнінде әлі күнге дейін ауыз ашпай отыруымыз қаншалықты дұрыс. Колхоздар мен колхозшылардың қоғамдастырылған және қоғамдастырылмаған малдары орасан зор шығынға ұшырады. 1932 жыл 4 шілдесінде жазылған хат бастапқыда Иосиф Сталинге бағытталған. Алайда аймақ басшысы Голощекиннің қолына түсіп, жаппай қудалау басталады. Бұл сынды қабылдай алмағандықтан кек алу операциясын жүргізеді. Алғашқылардың бірі болып нысанаға сол кездегі баспа ісінің маманы, жаста болса зиялылар арасында беделді Мансұр Ғатауллин іліккен. Батыс Қазақстан облысында туып, кейін Қарағанды, Қызылорда өлкелік партия комитеттерінде бірінші хатшы болған Мансұр Ғатауллиннен қалған жалғыз тұяқ Ая Мансұр қызы. Қызыл террордың құрбанына айналып, әкесін Қарқаралыдан ұстап әкеткенде ол небәрі 2 жаста болған. Ая Мансұр қызы әкесін алып кеткен соң Алматыға оралып, Татаркадағы туыстарына барса, бәрі бірдей теріс айналып кетіңдер дейді. Біраз тентіреп жүрген бала мен ананы көршісі подвалым бар деп сонда паналатады. Ая Мансұр қызы Алматыда тұрады. Жақында 82 жасқа келген апамыз репрессияға ұшыраған тағы бір отбасы Хангелдиндер әулетіне келін болып, одан 3 бала тараған. Халық жауының қызы деген атпен еш жерден пана таппай ұзақ жыл азапты күн кешкен. Ая Мансұр қызы біраз жыл өте Ғабит Мүсіреповті тауып үйіне барыпты. Мүсірепов сонда айтқаны: «Ой, бүгін жақсы келдіңіз, енді әрі келмеңіз. Себебі мен де қорқам» деп шығарып салған екен. Ғабит Мүсірепов 80 жылдарға дейін өмір сүрді. Қазақ әдебиеті үшін үлкен еңбек сіңіріп, жазушылар одағын басқарған. 1904 жылы Батыс Қазақстан облысында дүниеге келген Мұташ Дәулетқалиев ұзақ жылдар бойы жоғарғы партия мектебінде ректор болып еңбек етеді. Қуғын-сүргін көргенімен 1982 жылға дейін Алматыда өмір сүрген болатын. Есімін көпшілікке біле бермейтін бесеудің бірі 1904 жылы туған Емберген Алтынбековтің қай жылы өмірден өткені туралы дерек жоқ. Ал Қадыр Қуанышевтың туған жылы 1906. 1930 жылдан бастап коммунистік партияның мүшесі болған ол Қазақ АССР мемлекеттік жоспарлау комиссиясының энергетика секторының меңгерушісі қызметін атқарған.
Ол да бертінге дейін өмір сүрген. Бесеудің хатын ұйымдастырғандардың ішінен тек Мансұр Ғатауллин ғана оққа байланып, небәрі 34 жасында құрбан болған. Сол кездегі үкімет басшысы Ораз Исаев та Сталинге телеграмма соғады. Халық қырылып жатыр, аң аулауға рұқсат беріңіздер деп. Соған сол кездегі үкімет басшысы соның қол қойған телеграммасы бар. Аң аулайтын болсаңдар заң алдында жауап бересіңдер деген. Сонда халықты мал құрлы көрмеген. Міне сонда мына қазақтың ұлт ретінде жоюға бағытталған саясат болатын. Баспагер журналист бола жүріп саяси істерге етене араласқан Мансұр Тиятұлы Ғатауллин халықтың басына төнген қасіретке қарсы тұруды азаматтық парыз санады. Ату жазасына кесіліп бара жатқан жанкешті азамат сотта жанындағы өзінің серіктестерін нұсқап, бұлардың еш жазығы жоқ, мен жаумын, мені соттаңдар жалғыз өзімді деп, бірақ мен де халық жауы емеспін, мен өз халқымның жауының жауымын деп кеткен. Ол НКВД-ның Алматыдағы түрмесінде атылып, мүрдесі Алматы облысы Жаңалық ауылына апарып көмілген. Арнаға тіркел, қолдау жаса, видеомен бөліс. Анықталмаған қазақтың мұңы мен зары әлі көп.